Ертеде, ешкі жүні бөртеде, бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне былай дейді. Кемпір, маған бауырсақ пісіріп берш. Кемпір күрсініп, он жоқ қой, немне пісірейін дейді. Сонда шал айтыпты. Пештің шетін, қаптың түбін, диірменнің шаңын қырып жина, сонда бір таба ұн табылар. Кемпір шалының айтқанын істеп, қалдық ұннан қамыр илейді. Одан бауырсақ жасап, майға пісіріп, керезенің алдына суытуға қояды. Бірақ бауырсақ жылының шетінде жата-жата зеріккен екен, домалап кетіпті. Бара жатып, ән салып келеді. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қасқырдан да, аю мен түлкіден де қаштым, мен ешкімге де ұстатпаймын. Кенет алдынан қоян шыға келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін, дейді қоян. Бауырсақ тоқтамастан әнін айтады. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қашып кетемін. Сөйтіп домалап қашып кетеді. Біраз жүрген соң алдынан қасқыр шыға келеді. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін, дейді ол. Бауырсақ күліп, апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, сенен де қашып кетемін. Қасқыр да ұстай алмай қалып, бауырсақ тағы да домалап кетеді. Келе жатса, алдынан аю жолығады. Тоқта бауырсақ, мен сені жеймін, дейді аю. Бауырсақ тағы да әнін айтып, аюдан да сытылып шығады. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қасқырдан да қаштым, аю, сенен де қашып кетемін. Сөйтіп келе жатып, айлакер түлкіге кездеседі. Түлкі жылы сөйлепті. Ой бауырсағым, қандай әдемі ән айтасың, бірақ менің құлағым нашар естиді. Жақынырақ келіп айтшы. Бауырсақ мақтанып, түлкінің тұмсығына секіріп отырып, әнін тағы да бастайды. Апамнан да қаштым, атамнан да қаштым, қояннан да қасқырдан да, аю мен түлкіден де қаштым. Түлкі болса жылы жымиып, тағы да айтады. Ой, даусым неткен әдемі, бірақ менің құлағым тіпті естімей тұр. Сәл ғана жақынырақ келші. Сонда бауырсақ түлкінің мұрнына, одан соң аузына қарай жылжиды. Түлкі әп-сәтте ап деп жұта салады.